Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Махашев Жазира Бекқызы. Пәнім тағамдық өнімдердің тауартану негіздері. Бүгінгі тақырып кондитер өнімдері. Сабақтың мақсаты білімгерлермен кондитер өнімдердің ассортиментімен танысу, оқушылардың тақырыпқа байланысты өрістің ғылыми қабілеттерін дамыту, білім алушылардың білімге деген құштарлығын тереңдетіп, өз беттерінше ізденулеріне бағыт беру, ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа, ақыл-ой белсенділігін арттыруға тәрбиелеу. Сабақтың жоспары: бірінші кондитерлік өнімдер, екінші қантты кондитер өнімдері, үшінші шоколад және какао, тағы төртінші ұннан жасалған өнімдері. Енді бірінші жоспарға келетін болсақ, кондитер өнімдері шамамен 200 түрлі әртүрлі шикізат қолданылатын тамақ өндірісінің өнімдері. Кондитер өнімдерін алу үшін май, белок, дәмдік және басқа заттар қосылған қант қолданылады. Олар тәтті дәмімен, күрделі ароматымен, көрікті сыртқы түрімен, жоғары энергетикалық құндылығымен сипатталады. 100 грамм өнімнің калориялығы 300-600 килокалорияны құрайды. Кондитер өнімдерінің шикізаттарына агар, желе, желатин, сорбит, ксилит, салма жатады. Агар дегеніміз кейбір қызыл теңіз балдырларынан алынатын полисахаридтер қоспасы. Судағы ерітіндісін суытқанда тығыз гель түзеді. Биологияда, медицинада және кондитер өндірісінде конфетте, суфледе, зефирде, мармелад шығаруда қолданылады. Химия құрамы жағынан ол негізінен көмірсутектерінен тұрады. Желатин дегеніміз мұздаған қантқан сүйек тері шемірше қайнату арқылы алынған белоктық заттардың қоспасы. Ол жылы суда жақсы ереді, ал салқындағанда қою дірілдек тәрізді қоспаға айналады. Желе дегеніміз желатин жеміс-жидек шырындары және шараптардан, сүтті және басқа өнімдерден алынатын салқын тәтті тағам. Жемістен жасалған желеге дәмді болу үшін ванилин, лимон шырынын немесе қышқылын қосады. Сорбит бұл қант ауруымен, яғни диабетпен ауыратын адамдарға қанттың орнына берілетін өнім. Қантты сұрғылт ақ түсті кристалды көп атомды спирт. Балқу температурасы 110-111 градуста болады. Ал ксилит 5 атомды спирт диабетмен ауыратындарға қанттың орнына берілетін өнім. Екінші жоспарға келетін болса, қолданылатын шикізат пен өндіру технологиясына байланысты кондитер өнімдерін екі негізгі топқа бөлінеді: қантты өнімдер кондитері және ұннан жасалған. Қантты өнімдер кондитеріне жеміс-жидек бұйымдары, шоколад және какао-тағы кәмпиттер, иристер жатады. Ұннан жасалған печенье, пряниктер, вафлі, торттар, рулеттер жатады. Жеміс-жидекті кондитер бұйымдарына мармелад, пастила, тосап, джем, повидло, желе, цукаттар жатады. Бұл бұйымдарды жасау үшін негізгі шикізат қант, сірне, жеміс-жидектер, желе түзуші заттар, пектинді, агар және крахмал, сонымен қатар тағамдық бояғыштар, ароматты заттар, органикалық қышқылдар жатады. Мармелад бұл желе тәрізді консистенциялы қант сірне сиропын, жеміс-жидек езбесін және желе түзуші заттардың сулы ерітіндісін вакуум аппаратына қайнату арқылы алынған өнім. Алынған мармелад массасын қалыптайды, суытады, қалыптардан алып қант себеді және кептіріледі. Мармеладтар сапасына қойылатын талаптар: мармелад дәмі, иісі және түсі айқын білінетін, бөтен дәмсіз болуы керек. Консистенциясы желе тәрізді, патты, тығыз, созылмалы. Пішіні дұрыс, суреті анық болуы керек. Беті таза, қантпен немесе қант ұнтаймен бір текте себілген немесе жұқа кристалды қабатпен жабылған болуы керек. Мармеладтар пішіні бұзылған, езілген, қанты көп, берік емес, аса қышқыл немесе өте өткір дәмімен иісті, жабысқақ бетті, сонымен қатар физикалық, химиялық көрсеткіштері ауытқан мармеладтарды сатуға болмайды. Салыстырмалы ауа ылғалдылығы 75-80% болуы керек. Мармеладтар агар мен пектинді жасаған пішінді және кесілген желе мармеладтар 3 ай сақтайды. Диабеттерге арналған мармеладтар 1 ай сақтайды, ал қораптарға салынған 15 тәулік сақтауы керек. Тосап дегеніміз жеміс-жидекті қант қосып консервілеудің бір түрі. Дұрыс қайнатылған тосап жақсы сақталады. Жемістер пішіні мен түрін сақтап, шырынның бетіне көтеріліп, не түбіне шөгіп қалмай біркелкі орналасады, ал шырынның түсі қоймалжыңдай ашық болады. Тосапқа арналған жеміс-жидек сапалы, әбден піскен болуы тиіс. Бұл суретте тосап көрсетілген. Тосапты тоңбайтын болат, алюминий және эмалды кен сыйымдылықта қайнатқан дұрыс. Жемді тосап арқылы дайындайды. Тек бір рет бүтін немесе кесілген жемістерді және көкөністерді қант немесе қант сірне сиропында дайын болғанша қайнатады. Тосапқа қарағанда жемді жемістер мен жидектер езілген, ал консистенция желе түзуші қабілеті болмаса, жемге желе түзу заттарды қосуға болады.
Үшінші жоспарға келетін болсақ, шоколад және какао ұнтағы. Бұл топ өнімдері какао өнімдері деп аталады. Себебі негізгі шикізат ретінде какао ағашының жемістері какао бұршағы алынады. Какао бұршақтарынан шоколад дайындайтын тропикалық ағаш Батыс Африкада, Гана, Нигерия, тағы басқа Орталық Америкада, Мексика елдерінде, Ява және Шри-Ланка араларында, Американ тропикалық ормандарында өседі. Какао бұршақтары қабықша мен ядродан тұрады. Қабықшасы жасұнық, минералды қосылыстар көп, ал ароматсыздар аз, сондықтан шоколад пен какао ұнтағы өндіргенде оны қолданбайды. Какао ең құнды бөлігі майы болып табылады. Қалыпты бөлме температурасында какао майы қатты, нәзік, бірақ ақуыз тез ериді, себебі оның балқу температурасы 34-32 градуста болуы керек. Шоколад өнімдері тәтті дәмімен және жоғары энергетикалық құндылығымен 100 грамм шаққанда 540-560 килокалорияға дейін ерекшеленеді. Шоколад алу үшін какао бұршақтарын сапасы бойынша сұрыптайды, қуырады, нәтижесінде дәмі мен ароматының жақсарады, ылғалдылығы төмендейді және қабығы ядросынан оңай ажыратылады. Төртінші жоспарға келетін болса, ұннан жасалған кондитер өнімдері. Ұннан жасалған кондитер өнімдеріне қант, сүт, май, жұмыртқа өнімдері қосылып, ұннан жасалған өнімдер жатады. Олардың энергетикалық және тағамдық құндылығы жоғары. Олардың құрамында белоктар, майлар, көмірсулар, минерал заттар мен витаминдер кіреді. Ұннан жасалған кондитер өнімдері жалпы кондитер өндірісінің 40%-ын құрайды және әртүрлі құрамы мен қасиеттеріне қарай ерекшеленеді. Рецептурасы мен өндіру әдісіне қарай олар бірнеше топқа бөлінеді. Яғни печенье, пряниктер, вафли, тәтті тоқаштар, торттар, кекстер болып жатады. Печенье дегеніміз кең тараған ұннан жасалған кондитер өнімі. Печенье өндіру үшін жоғары бірінші және екінші сұрыпты ұн, міндетті түрде май мен қант қолданылады. Пішіні квадрат, тік, төртбұрышты, домалақ немесе фигуралы болуы мүмкін. Рецептурасына және дайындау ерекшелігіне байланысты печенье қантты, пластикалы, үзілгіш қамырдан пісірілген, созылмалы, эллиптикалық серпінді қамырдан пісірілген және май қоспалы болады. Қантты печенье дегеніміз тәтті, қою түсті, нәзік, үлгіш консистенциясы, суда жақсы сіңетін, өзіне тән суреті бар. Созылмалы печенье дегеніміз эластикалық серпінді, қиын үзілетін қамырдан жасалады. Сондықтан қалыптасу кезінде өнімдерді теседі, ол қамырдан газ тәрізді заттардың бөлінуіне ықпал жасайды және де деформациялардың алдын алады. Созылмалы құрамында қант мөлшері аз болғандықтан ақшыл түске ие болады. Пряниктер татымды, тәтті, жұмсақ, ежелгі орыс өнімі. Печеньеге қарағанда қант және су мөлшері көп, май аз немесе мүлде жоқ және татымдықтар қосылған. Пряник қамырда ұн мен қанттан басқа имбирді, сироп, бал, меланж, татымдықтар, корица, қалампыр, мускаттар жатады. Пряниктер өнімдері 18 градус температура 75% салыстырмалы ауа ылғалдығында сақтайды. Пряниктердің сақтау мерзімі 10 күннен 30 күнге дейін сақтайды. Суретте көріп тұрғаныңыздай жоғары сұрыпты, бірінші сұрыпты және екінші сұрыпты ұннан жасалған пряниктер. Вафли сұйық бұлғанған қамырдан беттер, әртүрлі пішіндер түрінде салмамен және салмасыз жасалған құрғақ қытырлағыш майда шұрықты өнімдер. Вафли ішінара немесе толық шоколад глазурмен глазурленген немесе басқаша өңделген болуы мүмкін. Вафли өндіру үшін жоғары сұрыпты ұн, жұмыртқа, белогі, тұз және сода қолданылады. Кейбір сұрыптарына қант, құрғақ сүт және басқа шикізат қосады. Пішіні бойынша вафли төртбұрышты, домалақ, фигуралы және таяқша түрінде болады. Вафлinin ауа ылғалдылығы 65-75% болады. Кексті өте май қоспалы қамырдан цукат, мейіз, корица, запран, жаңғақ, тағы басқа қосып пісіреді. Бетін өңдеуіне байланысты кекстер қант ұнтағымен ұнтақталған жаңғақпен пішіні бойынша тік төртбұрышты, домалақ болады. Ал енді сіздер менің өткен сабағымнан алған әсерлеріңізді осы ББК стратегиясына толтырыңыздар. Білемін, білдім, білгім келеді. Ал енді үйге тапсырма, сен білесің бе стратегиясына жауап беру. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.